қалай макияж жасайтынымды сіздерге көрсетемін. Ең бірінші бізде тоналка аламыз. Осындай аты қандай еді? Осындай тоналка Ковач. Аты Ковач. И және оны мен қолыма қойып тамызып алам. Қазір тамызып алайын, сосын көрсетемін. Міне достар, тамызып алдым. Енді бізде бетімізге жағамыз. Менде 2 спонжик бар. Соның екеуінің мына түрімен қолданамыз. Потому что мына түрі ыңғайлы және мына шет просто сыр мән бермейміз. Именно то, что мына шетте айна тұр, сол үшін айна қарап жаға берем. Негізі менде кушон да бар еді, но кушоным бітіп қалды. Және оны сосын анама алдырдым. То, что мен бетім қап-қара болып кеткен, и оған мән бермейміз. Достар, мен негізі әппақ едім. Просто қарайып кеттім. И мен сіздер үшін видео түсіріп жатырмын, айтпай. Түсіргім келмейді. И бетімізге спонжикпен жағып алдық. Енді қасымызды тараймыз или бояймыз. Ең бірінші тарап алайық. Гель для бровей бар. Осындай пизидің өнімі. Пизи. Енді пизимен бояп аламыз. Ең бірінші бояймыз. И ол кепкен соң көреміз ғой. Негізі мен бояуға қатты қызықпаймын. Но мен боянам. И немді бояймыз. Қасымды бояймыз. Қазір мен өзіме ыңғайлы түс таңдап алған соң өзім бояп көрсетемін. Қазір оға дейін бояп алайын. Бояп алдым, достар. И мына немен теңмен боядым, себебі маған ыңғайлы болмады. Және түс таңдау өте қиын. Енді бізде хайлайтерді жағып аламыз. Типа бетімізге. И хайлайтерді қазір мен тауып аламын. Мен тауып алдым, уже тауып. Сырасында хайлайтерім бар. Но мені хайлайтер жоқ, бейшара деп ойламаңдар. Мен бейшара емеспін, сендерден де көп косметикам бар. И бізде мынандай жақтарына жағып шығам. Негізі бұл мына жақтарына жағуға керек. Но маған бәрібір. То, что мен сосын мұны шет жағына жағылайын. Сосын бізде тен керек. Мына шетімізге үшін бір ыңғайлы тен таңдап алу керек. Ыңғайлы мына теннен көреміз мына шеттерден. Мен тен таңдап қойдым. Қазір тенмен бояп көреміз. Достар, бояп алдым тенмен. Мұны қарасаңыздар боладым. Енді біз кірпігімізді бояймыз. Ең бірінші стрелкасы алайық. Менде 2 подводка бар. Вот осындай. Осындай. Мына Шанелдікі. Ну, прозрачный. И чтоб біз прозрачный әлі қолданамыз әлі Шанелдікі. Әрине Шанелде ойнатам. Ойбайш. Бірінші мынаны сызып аламыз. Мен стрелкасы жоқпын. Сол үшін переход түсіреміз. Давайте. Вот, достар, әрең дегенде сыздым. Но круто болған жоқ. Өзім анаған жоқ. И бізде 2 туш бар. Прозрачный бар. Сосын скайхайк бар етін. Қазір оны тауып алайын. Тауып алған соң көреміз. Бояп көреміз. Міне, достар, таптым. И бізде керлер бар. Керлермен кірпігімізді қайрамыз ба деген бірінші сұрақ туындайды. Но мен қатты қайрым келіп тұр. И қайрамыз.
қазір кебілеріме қайырып алайын достар. Бәрін сіздерге көрсететін шама жоқ. Мен әрең қайыратын адамына. Давайте переход жүреміз. Достар, міне кірпім бұратаға бояй салдым. Енді бізде румяна жағамыз бетімізге. То, что мен даусым азайған себебі мама келді ма деп қорқып кеттім достар. Достар, сізде мынандай спонжик бар. Оны мама қолданады. То, что қандай свет жақсан болады достар. На румяна. Ашық свет ма, әлде жабық свет? Достар, ашық свет таңдадым. То, что мен негізі боянуды жақсы көрмеймін. Өз өмірім жайлы айта кетсем егер. Маған бояну қатынайды десем де сенбейді, ұнамайды десем де сенбейді. То, что сосын кез керек. Сосын ернімізге көшеміз. Ха-ха-ха. Осындай ұзын не бар? 04-тің карандашы бар. Бояуды айтсаңдаршы достар. Мен үшін тинтпен боя салам. Әтте боямаймын. Бізде тинттан қаншау бар өзім. Біреу бар. Екеу масло для губ. Диордікі бар. Диордікі бар. Бальзам для губ. Сосын не бар да? Болды. Жоқ, сосын осындай помадочка бар. Қайсымен бояйын достар. Өз таңдауым мына екеуін алғым келіп тұр. Анады типа қоя салайын. Мынаның біреуін ашып қолданамыз. Ерніміз бірінші құрғақ болу керек. Ерніміз сүртіп алдықта. Іш жағына жағам мен өз басым. Негізі іш жағына жағам. Сол үшін қазір переход. Достар, менде осындай макияж шықты. Макияжымды 10-нан 5 или 10-нан 9. 10-нан 10-ға бағып кетіңіздер. Всем пока. Енді осыны ютубқа салатын болдым. Достар, енді көбай жинаңыздаршы, пожалуйста. Всем пока, достар. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Комментария жазуды ұмытпаңыздар. Всем пока.